Қайырлы күн достар. Бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 99-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы 2 амалмен шығарылатын есептер. Келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін ең алдымен каналға тіркеліп алыңыздар. Бірінші есеп. Есепті оқы. Оның қысқаша жазбасына және шешуіне қара. Наурыз мерекесінде Айжан 2 мақал айтты. Ал Мәдина одан 3 есе артық мақал айтты. Самал Мәдинаға қарағанда 2 есе кем мақал айтты. Самал неше мақал айтты? Бізде қысқаша шартымен шешуі берілген. Яғни түсіндіріп өтейік, Айжан бізде 2 мақал айтты, Мәдина белгісіз, бірақ Айжаннан 3 есе артық мақал айтты. Самал белгісіз, ол Мәдинадан 2 есе кем мақал айтты. Шешуі ең бірінші Мәдинанікін тауып аламыз, ол үшін есе артық дегеннен кейін 3-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда Мәдина 6 мақал айтты. Екінші амал, бізде Самалды табамыз, яғни Самал Мәдинадан 2 есе кем. Мәдинадан болғасын 6-ны 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 3 шығады. Самалдың оқыған мақалы бізде 3 мақал болады. Екінші есеп. Есепті шығар. Көрмеде 8 қыш құмыра және одан 3 есе артық тоқыма кілемдер болды. Көрмедегі қыш құмыралар кілемдерден қанша кем? Ең әуелі қысқаша шартын құрамыз. Қыш құмыра бізде 8, кілемдер бізде белгісіз, бірақ қыш құмырадан 3 есе артық. Енді қыш құмыра қаншаға кем екенін табамыз. Шешуі бірінші амал. Кілемдерді тауып аламыз, ол үшін есе артық дегеннен кейін көбейтеміз. 8-ті 3-ке көбейтеміз, бізде 24 шығады. Бұл кілемдердің саны. Енді қаншаға кем екенін табу үшін 24-тен азайтамыз 8 құмыраны. Тем бізде 16 шығады. Жауабы көрмедегі қыш құмыралар кілемдерден 16-ға кем. Үшінші есеп. Саят жұмбақтар мен өлеңдерді жаттауға 55 минут жұмсады. Ол жұмбақтарды 15 минутта жаттады. Ал әрбір өлеңді жаттауға 8 минут уақыт жұмсады. Саят неше өлең жаттады? Қысқаша шартын құрамыз. Барлығы жұмсады 55 минут, жұмбақтарға жұмсағаны 15 минут, әр өлеңге 8 минут жұмсады. Қанша өлең жаттады? Шешуі ең алдымен бірінші амалда бізде 55-тен 15-ті азайтамыз, 40 минут қалады. Екінші амал 40 минутты 8-ге бөлеміз, сонда 5 шығады. Жауабы Саят 5 өлең жаттады. Төртінші есеп. Әселде 50 теңге және 20 теңге болды. Ол 60 теңгеге қарындаш сатып алды. Әселде неше теңге қалды? Қысқаша шартын құрамыз. Болды 50 теңге және 20 теңге. Сатып алды 60 теңге. Қалды белгісіз бізде. Шешуі 2 амалмен шығарамыз. Бірінші амал 50-ге 20-ны қосамыз, 70 теңге болды. Екінші амал 70-тен 60-ты азайтамыз, 10 теңге. Жауабы әселде 10 теңге қалды. Бесінші есеп. Амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер құр. Олардың мәнін тап. Ең алдымен жақшаның ішіне 33 қосу 12-ні қосамыз, 45 шығады. 45-ті бөлеміз 5-ке, бізде 9 шығады. Ә нұсқасы. Жақшаның ішінен 62-ні азайтты. 62-ден азайтамыз 58-ді, бізде 5 шығады. 5-ті 4-ке көбейтеміз, 20 шығады. Б нұсқасы. Жақшаның ішінде 35-ті бөлеміз 7-ге, 5 шығады. 5-ті көбейтеміз 3-ке, 15 шығады. Алтыншы есеп. Амалдарды орында. 6 дециметр азайту 2 дециметр 4 сантиметр. 1 дециметрде бізде 10 сантиметр бар. 6 дециметр дегеніміз 60 сантиметр. 60 сантиметрден азайтамыз 24 сантиметрді. Бізде 36 сантиметр шығады. 1 центнер азайту 7 килограмм көбейту 4. Центнерді килограммға айналдырамыз. 1 центнерде 100 килограмм бар. 100 килограмм азайту 7-ні 4 көбейтеміз, 28 килограмм. Тем бізде 100-ден 28-ді азайтқанда 72 килограмм шығады. 5 жыл 4 ай азайту 3 жыл 12 ай. 1 жылда бізде 12 ай бар. 12 айды 5-ке көбейткенде 60 ай, оған 4-ті қосқанда 64 ай болады. Азайту бізде 1 жылда
12 ай болғандықтан оны 3-ке көбейтеміз және 13 айды қосамыз, 49 ай болады. 64 айдан 49 айды азайтқанда 15 ай. 15 ай дегеніміз 1 жыл 3 ай. 25 жыл қосу 3 жыл, көбейту 3. Тен 25 жылды жазып аламыз. Өзін 6-ға 3-ті көбейтеміз, 18 жылды жазамыз. 25-ке 18-ді қосқанда 43 жыл шығады. 7-ші есепті шығар. Концертке 3 қыз қатысты. Бұл ұлдарға қарағанда 3-ке кем. Концертке қатысқан ұлдар саны қыздарға қарағанда неше есе артық. Қысқаша шартын құрамыз. Қыздар бізде 3, бірақ бұл ұлдарға қарағанда 3-ке кем. Ұлдар бізде белгісіз. Енді ұлдар саны бізге қыздардан неше есе артық екенін табуымыз керек. Шешуі бірінші амал 3-ке 3-ті қосамыз, 6, бұл ұлдардың саны. Енді екінші амал 6-ны бөлеміз, қыздар санына 3-ке тең 2 шығады. Жауабы концертке қатысқан ұлдар саны қыздарға қарағанда 2 есе артық. Ойлан тап. 8-ші есеп. Әдебиеттік оқу сабағында Айбек, Лаура, Мәди және Гүлзат қазақтың ұлттық киімдері туралы білетіндерін айтты. Айбек, Лаура, Гүлзат шапан туралы айтқан жоқ. Сәукеле туралы Айбек пен Гүлзат айтқан жоқ. Айбек қамзол туралы айтқан жоқ. Балалардың қайсысы қандай ұлттық киім туралы айтқанын анықта. Бізде Айбек және Лаура, Гүлзат шапан туралы айтқан жоқ, яғни Мәди бізде шапан туралы айтып тұр. Сосын Айбек, Мәди кетті, Гүлзат бізде сәукеле туралы айтқан жоқ, демек Лаура сәукеле туралы айтып тұр. Одан кейін Лаура мен Мәди кетті, енді Айбек бізде қамзол туралы айтқан жоқ, яғни қамзол туралы бізде Гүлзат айтты. Сонда тақия бізде Айбекке қалады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.